Жас ұлғайған сайын болатын табиғи тозу, гормондық өзгерістер, қозғалыстың азаюы, тұрмыстық ауырлық, витаминдердің дұрыс сіңбеуі бәрі қосылып буынды әлсіретеді. Сол себепті қазір, әсіресе 60-тан асқан әйелдер арасында тізе артрозы жиі кездеседі. Баяғыда жағдай басқаша еді. Адамдар таңнан кешке дейін қозғалыста, күннің астында, таза ауада жүретін. Тағам табиғи болды, сорпа, жілік май, қымыз, айран бәрі буынға керек дәрумендердің көзі. Дәрумені күннің өзінен ақ алынып тұрды. Артық салмақ сирек, аяқ киім табиғи және ыңғайлы еді. Егер артроз туралы толығырақ білгіңіз келсе, біздің арнада осы тақырыпқа арналған бөлек видеолар бар. Сол видеоларды қарап, пайдалы кеңестер ала аласыз. Сілтемелері осы видеоның соңында беріледі. Құрметті ағайын, артрозды ерте анықтап, дұрыс күтім жасасаңыз, бұл ауру асқынып кетпейді.